Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен намаз көйлектің тігілу жолымен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, колокольчик белгісін басуды ұмытпаңыздар. Мен 3 метр штапель матасын алдым, ұзындығынан бүктеп алдым, жоғары жағымен де бүктеме. Енді мына шетіндегі кромкасын қиып алып тастаймыз. Бүктемені де қиып аламыз. Енді 80 см өлшеп, осы жерді қиып алатын боламыз. Матамды қиып алып, екіге бүктедім. Сонда бізде міне 4 қабат мата пайда болады. Енді мойын ойындысын шығаруымыз қажет. Мына бүктеме жақтан 10 см белгілейтін боламыз. Жоғары жаққа қарай 10 см. Төменге қарай 4 см белгілейміз. Осы аралықты доғал етіп қосып алатын боламыз. Енді бізге иығын шығаруымыз қажет. Ол үшін жоғары жақтан 7 см түсеміз. Осы аралықты белгілеп алатын боламыз. Мен мойын ойынысымен иығын қиып алдым. Енді иықтан төменге қарай 26 см түсеміз. Осы жерден ішке қарай 3 см белгілейміз. Осы аралықты доғал етіп қосып, жаңағы көйлектің етегіне қосып жіберетін боламыз. Осы аралықты қиып аламыз. Міне менде осылай шықты, қиып алдым. Енді матамыздың бір бөлігін алып қоямыз. Мынау бізде алдыңғы бойы болады. Мойын ойындысынан 6 см түсеміз. Осы аралықты доғал етіп сызып қиып алатын боламыз. Енді жеңін пішетін боламыз. Қалған матадан 42 см, жеңнің ұзындығы 42 см, ал ені 52 см. Осында 2 мата қиып алатын боламыз. Міне мен матаны 2 бүктеп алдым. Енді 20 см белгілеймін. Осы аралықты қиғашынан қосып қиып алатын боламын. Міне мен жеңнің 2 деталін пішіп алдым. Енді мына біздің жең мен көйлектің қолтық ойындысы тең келуі керек. Енді скафандр тігетін боламыз. Мен трикотаж кулирка матасын қолдандым. Матамды бүктем алдым. Ені менде 31 см, ал ұзындығы 43 см. Төмен жақтан жоғарыға қарай 29 см белгілейміз. Осы жақты қосып алатын боламыз. Осы қосқан жерден ортасынан жоғарыға қарай 2 см белгілейміз. Осы аралықты доғал етіп қосып аламыз. Енді осыны қиып алатын боламыз. Міне менде осылай шықты. Енді біз скафандрдың тағы бір деталін пішуіміз қажет. Ол үшін матамызды осылай қиғашынан аламыз, пока сой аламыз да.
ұзындығы 24 см, ал ені 17 см осындай үшбұрыш түйіп алатын боламыз. Енді бізге скафандрдың маңдайшасын пішуіміз қажет. Дәл жаңағыдай матамызды по косой осылай бүктеп аламыз. Ені менде 8 см, ал ұзындығы 26 см, екі жаққа қарай 13-13 см-ден белгілеп алдым. Және осы аралықты үшбұрыш етіп қосып алдым. Жоғар жаққа қарай 1 см-ден көтерілдім екі жаққа қарай. Және осы аралықты доғал етіп қосып алдым. Енді бізге көйлектің иық тігістерін тігуіміз қажет. Ол үшін көйлектің оң бетіне қаратып, иықтарын бір-біріне түйістіріп, булавкамен бірінші түйреп аламыз да, одан кейін бірінші машинкада, одан кейін оверлокта тігіп шығатын боламыз. Міне мен иықтарын тігіп, оверлоктап шықтым. Енді жеңіміздің дәл ортасын осылай тауып аламыз. Қайшымен белгі береміз екі жаққа да. Енді бізге көйлекке жеңді қосып тігуіміз қажет. Жаңағы жеңге берген белгімен көйлектің тігісін бір-біріне осылай түйістіріп, ұзыннан тігіп шығатын боламыз. Міне мен жеңдерін қосып тігіп шықтым. Енді бізге көйлектің жан тігістерін қосуымыз қажет. Көйлектің жеңінен бастап осылай етегіне дейін түзу тігіп шығатын боламыз. Енді скафандрын тігетін боламыз. Скафандрдың дәл ортасын тауып аламыз. Осылай белгі қойып қоямыз. Мына маңдайшасына да белгі қоямыз. Міне бізде осылай тұрады. Маңдайшасын осылай тартып тұрып тігеміз. Скафандрдың дәл ортасын тауып, осылай белгі қойып қоямыз. Міне бізде подбородник осылай тұру қажет. Міне тіккен кезде осылай тұру керек. Міне маңдайшамызды жаңағы белгі бергенді бір-біріне келтіріп, тартып отырып тігіп шығатын боламыз. Міне мен маңдайшасын тігіп шықтым. Енді бізге егінде тұратын подбороднигін тігуіміз қажет.
Ең бірінші мына бір жағын тігіп шығуымыз қажет. Мен маңдайшадан 2 см белгіледім. Жаңағы подбородникті сол жерге алып келдім. Екеуі айқасып тұру қажет. Біздің самайымыздағы шаштар көрінбес үшін. Бірінші осы бір жағын тігіп аламыз. Енді екінші жағын тігетін боламыз. Дәл жаңағыдай маңдайшадан 2 см белгілеп, айқастырып, ұзыннан тігіп шығатын боламыз. Міне мен скафандрды тігіп, оверлоктап шықтым барлығын. Енді бізге мына көйлектің мойын ойындысымен скафандрды қосуымыз қажет. Көйлектің мойын ойындысының орталарын тауып аламыз, белгілеп аламыз қайшымен. Скафандрдың да дәл орталарын тауып аламыз. Бір-біріне осылай келтіріп, айналдыра тігіп шығатын боламыз. Міне мен скафандрды тігіп, оверлоктап шықтым. Енді бізге жеңімізге резинка салуымыз қажет. Ол үшін жеңнен 5 см белгілеп аламыз. Енді резинкасын тігетін боламыз. Міне мен резинкаларды дайындап алдым. Осыны кольцо етіп тігіп аламыз да, осылай тартып отырып, зигзагпен тігіп шығатын боламыз. Көйлектің етегі мен жеңін екі қайырып, түзу тігіспен тігіп шықтым. Міне менде көйлегім дайын болды. Егер ұнаса, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.